Сәлем достар, түскі асқа осындай плов дайындасаңыздар болады. Ол үшін видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Көріп тұрғандарыңыздай таза қызып тұрған қазанға осылай бір 50 граммдай май құямыз. 500 граммдай. Сосын сәбізді турап дайындап қойдым. Осы сәбіз турап қойдым. Және қосымша дәмін берсін деп тәтті бұрыш, болгар бұрышын дайындадым. Сосын етті қуырып, майға бірінші екінші қуырған, су алып жабыса бастаған, қысартып қуырған оны көзімен. Осылай су тартылғаннан кейін жаңағыдай сәбізімді салып. Көріп отырғандарыңыздай бір тал сәбіз 3 адамның ортасына жеткізіп ойдам. Сәбізді осылай жақсылап қуырылған, етін бірге бояуы шығу үшін. Сәбіз етін қуырылғаннан кейін үстіне жаңағы чеснокпен тәтті бұрышты салдым. Бұл жолы мен жуа салмадым. Чеснокпен де негізі ерекше дәм береді. Осылай барлығын жақсы тағы бір 4-5 минут қуырып. Көкөністердің суы шығады. Еттің пісуіне де жақсы септігін тигізеді. Енді көріп отырғандарыңыздай шай кесемен бір кесе күріш салдым. Ол күрішті де осылай майға қуырып аламын. Сосын көріп отырғандарыңыздай қуырылғаннан кейін үстіне бір кесе күрішке 2 кесе су құямын, яғни 2 кесе су құйылады. Сосын асын дәм татымына қарай тұзын салып, көріп отырғандарыңыздай сап-сары бұл сәбіздің бояуы. Отты бұқтырып қойдым, бояу, ең соңғы бояуға. Міне көріп отырғандарыңыздай 20 минутта біздің күрішіміз дайын болды, яғни плов. Көріп отырғандарыңыздай кәдімгідей ыдырап тұр. Ешқандай жабысу деген жоқ. Жасап көріңіздер, түскі асқа ас болсын. Каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Өз ой-пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Өте дәмді шықты. Дәл осылай жасасаңыздар 3 адамға жететіндей күріш шығады. Ас болсын.